Келесі кезекте алдымызда желбаулар менен басқұрлар орын алып тұр. Бұларда бірнеше қызмет атқарған. Біріншісі бұл сәндік. Сәндіктен бұрын кереге мен уықты нық ұстап тұру үшін осындай желбаулар менен басқұрлар қазақтар қолданған. Басқорды киіз үйді бір айналдыра байлайтын болған, бастауын маңдайшадағы уықтан бастап айналдыра келесі маңдайшаға әкеліп байлаған. Сырттан келген мейман киіз үйге кірген кезде осындай басқорлар менен желбаулардағы ою-өрнектерге қарап, қай рудың адамы, қай жүздің адамы екенін сұрамай білген. Соған байланысты әр өңірдің басқорлары мен желбаулары түсіне қарай өзгереді және ерекшеленеді. Айта кететін тағы бір жайт, артылған басқорлардан қазақтар орталарын біріктіріп алаша жасаған. Оларды басқор алаша деп те атайды. Бұл алдарыңыздағы басқор алашалар Әбілхан Қастеев музейінің каталогтар жиынтығынан алынған.